Сен болшы. Көріске тебер. Осы бастаушылар оқушылар рахат қой. Бізге де неге бермейді екен? Әке берші. Рахмет, алдарыңызда мектепте көріп жүрміз, кішкентай нәрсенің асыр-асыр дейтін қыз болады. Отыра берсең болады. Ту тартпашы! Ту тартпашы деймін! Ту тартпашы! Басым істейма, өліп қалсам қайтесің? Джеки Чанның әрбір киносынан көретін үзінді. Біздің сыныпта барлық ұлдар қорқатын Ұлбосын деген қыз бар. Бля, кім өзін тапқан қыз кешірген, а? Несіне әлгі керек па не? Яғни бізге керек па? А? Кім? Сен ба? Сен ба? Кім? Алматыға математикаға бар ма? Ал Жанерке не болды? Жиналыстамын қазір барып. Команданың ішінде ең кенжесіміз. Дәл осы сияқты болашақ елдері мына біз. Сол себептіміз ренжітпейсіз деген ойдамыз. Біз қашпаймыз. Керісінше сау болыңыздар. Ой, рахмет. Буха және оның достары командасына бір қошеметтерін соғып қойыңыздар. Бүгінгі команданың арасындағы ең жас оқушылар сіздердің алдарыңызда өз өнерлерін көрсетті. Қалай болып жатыр? Рахмет. Қалай болып жатыр? Жайнама ұнап отыр ма сіздерге? Қалай? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Мейірбек қалай? КВМ қалай екен? Жақсы мекен болып жүрсің ғой Жайдарманда да. Бұл жерде көрермендер тек өзіміздің мектебімізге шулап, басқасына күлмейміз деген нәрсені қояйық. Күлкілі болса, сол командаға қолдауымызды да білдіріп отырайық. Солай ма? Дұрыс па? Енді бұл ойынның жалғасы, яғни финалдық кезеңі келесі қараша айының соңына қарай өтетін болады. Ол жерде ақшалай жүлделер тігіліп, осы жердегі финалға жолдама алған командалардың арасында осы жүлделі орындарға ие болатын топтар бар деп сенеміз. Командаларға сәттілік тілейміз. Енді әрмен қарай сәлем сөзімізді жалғастыратын Қызылтөбеден келген номері 13-ші жалпы білім беретін мектеп Төртеу Мен. Ендеше бағдарларды жаулаған Жайдарман Ақшам. Ассалаумағалейкум! жігіттер білесіңдер ма, бүгін бізде маңызды ойын. Осы баша 225 неден деп келдіңдер? Мен
жігіттер, бұл жерде футбол емес, бұл маусымаша рейтинг емес, бұл жерде салмақ қоймайту керек. Айтайын. Мысалы, бір ағамыз автобустың бағасын 5 теңге алу керек дейді. Ой, олай болмайды ғой. 5 теңге төлеп тұрып барсаң. Обедті ғой. Жігіттер, не болып тұр мұнда? Неше мынау? Бұл жерде жайдарман маусымаша рейтинг емес болып жатыр. Жайдарман ойнасаңдар, күнші ойнамайсыңдар ма? Аға, қалай күнші ойнаймыз? Бұл үшін маңызды ой, сіз кімсіз? Мен Ақтаудың админимін. Ой, қойыңыз аға, Ақтаудың админі. Әне Самат ағам отыр. Мен оригиналым ғой. Жігіттер, қойыңшы. Ендеше сөзімізді Қытайда ұлығы сағаттар қолын шапатын ағайдың сөзіне бастаймыз. Сонымен көреміз, ұлдаман сига. Асылмай бар, мінеш. Сонымен тамашалаймыз, Өзбекстандағы үйлену той. Құрметті қалдық, мақырге не сұрайсыз? Әрине кірпіш. Сонымен тамашалаймыз мектеп парламент жиналысы. Кешірім өтінемін, бүгін анам туған күні. Осы сәтті пайдаланып, анам туған күні құттықтап жіберсем. Анашым, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, үш жасаңыз. Құлақсың ба, ол мектеп болды. Сөз соңында құрамында болашақ чемпиондар бар, төртеумен. Біз ауызбен айтамыз, құлаққа жеткіземіз, жүректен орын аламыз. Рахмет, мұнайлы! Ой, рахмет. Болашақ жайдарманның жұлдыздарына қаттырақ қошемет соғып қойыңыздар. Енді осы жайдарманға Мұнайлы ауданына қарасты бірнеше ауылдан командалар келді. Тағы да бір Атамекен ауылдан келген номері 7-ші мектеп Атамекен жайдарман тобы. Қайдан келсің, мұнайлы түсіп отыр. Кеше жаңбыр жауды ғой. Ауыл беттен келдік қой, дачадан. Біз неге түсінбеймін осы. Ауыл дейсіңдер. Ауылдарыңа су, газ, жол бәрі істеп бере қойып па? Не жетіспейді сендерге? Біздің дачаға дейтін су сайтпайды, қойма жетіспейді. Біздің судың бәрі мектепте көп саған. Тоқташ. Қайдан келесің, мынауың не? Мен дачадан алып қойдым ғой, сендер қашан кетіп қалдыңдар? Біз тамыз атып шығып кеттік қой дачадан. Екінші шешті. Екінші дачадан сен дачаға бас. Бүгін біз Атамекеннен келдік. Бүгінгі ойында біз Атамекен намысын қорғайтын боламыз. Ендеше жаңбыр болса қайықтарды айдыратын Атамекен, біз бастаймыз. Естеріңізде жақында ғана Саябақта автофест өткен болатын. Сонымен Атамекен балдары автофесте. Сонымен көреміз. Қарекет қоры үйлерді креативіне беріп жатыр. Сонымен мен базардағы айшханада.
Саламатсыз апай, ашқа кіріп алсам ол қанша теңге? 50 теңге. Апай, менде 10 мың еді, кіріп алсам ол. Жоқ, болмайды. Апай, кіріп алшы, қатты қысылып тұр еді. Ендеше сіз өзіңіздің новый үйіңіздің ашқанса барасыз. Құтты болсын. Сонымен көреміз. Көзге көріне алмай жүрген батыр. Бөгенбай, жаңара, Бөгенбай! Сонымен көреміз. Әр мектептің қыздары әртүрлі. Сонымен 13-ші мектеп. Саламатсыз апай, бізге фруктовый чай бере алмайсыз? Сонымен 12-ші мектеп. Вот запашка, типа чай и прикалывай, как ты? Сонымен 7-ші мектеп. Сізге пәтір бере қойсыз ба? Осы неге чисто. Сонымен көреміз. Үнді фильмі Қазақстанда түсірілсе. Ой, Сәлімбер дейді, кәдімгі. Ашқаны көрім. Сонымен көреміз. Әдет жауаша тойда бата берсе. Бата болса берейін, үстем болсын берейін, айбы. Жігіттер, білесіңдер ма, кеше Нұртайдың тойы болды ғой? Иә, білесің ба? Маған Нұртайдың бажасы еді жылап. Неге? Маған ұстап берді. Неге, енді өзі қайда? Мен осыны біліп, әдейі бүгінгі ойынға шақырдым ғой. Қане ол қайда шақыр? Өзі ұстап береді ғой. Сен ба қыз алмай жүрген? Липуй мен осы жүрем. Қай жылдысың? 2008. Ал сен өзің қай жылдысың? 2006. О, жатсың ғой. Болмаса сырласы өзіне барсаңдаршы. Сен не тұра бересің ба? Сен бүгінгі ойын алып кетті ғой, ойнайды деп. Істеген, сайта сөйлеп тұрсың. Сен оған айтқанша бұнда шашың не сен? Бұл дачада істеу. Құмаш қашыда мұндай істеп жоқ па әлі? Мен деген осындай істеңді туылғам. Мен қазір метисмін. Метис. Құмаш метистер әдем болады ғой? Мен әкем түрік, анам қазақ. Мен енді метис болмайым ба? Сенің мына түрің таза қой бағатынdır ғой. Сонымен сөз соңында, мектеп директоры бізді осы ойынға сеніп жіберіп отыр. Біздің мектеп директоры мұншақты адамның көңілін шықса, ал біз мына жерде отқан 5 адамсына өте алмасақ, ол бізге ұят. Рахмет, майлы. Кішкене жайданның соңғы жағына қарай басталған сияқты. Атамекен құрамасына ыстық шапалақтарымызды соғып қойыңыздар. Өздерінің ғазиздерін сіздерге паш еткен. Енді бүгінгі жайдарман сайысы Мұнайлы аудандық жастар ресурсы орталығының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Алғысымызды Мұнайлы жастар ресурсы орталығына білдіреміз. Білесіздер ғой, жастар орталығы қай жақта екенін, білеміз ба? Ол жақта қандай үйірмелер бар, білеміз ба? Волонтерлар ұйымы деген бар, Мұнайлы ауданындағы қайырымдылық жұмыстарды барлығын атқарып жүрген. Сондықтан да сіздерді волонтер ұйымына қатысуға шақырамыз. Сонымен қатар әртүрлі өзіңізге қызықты үйірмелер, уақытыңызды тиімді өткізетін барлық нәрселерді Мұнайлы жастар орталығынан таба аласыздар. Сонымен А тобын аяқтайтын номері 20-шы мектеп Батыр ауылы нокаут командасы.
Жарық. Дыбыс. Лед. Көрермен. Дәптер. Ендеше біз бастаймыз. Жоқ, бұл емес. Ей, ана 20-шы мектеп деген көк флешкадағы чемпион деген папканы ашы. Дәптер айқайсыз асылмайды, абайымның асылы сасылмайды. Бұлай отырмалы көп болмет, дышыға қатысы көреген соң кезде. Достар, бүгін бізде маңызды білесіңдер ме? Бүгін бүкіл мұнайлы мектептер арасында маусымашар 2025 болып жатыр. Мұнайлар мектептерді қырылдырып қойып, 30-тарға қарашы. Бүгін бізде әділ қазыларда кім отырған білесіңдер ма? Мысалы, Меруе ағай, біз сіздің айтыстарыңызды үзбей көреміз. Құрметті Самат аға, сіздің пранктарыңыз өтпесе де, біз сізді үзбей көреміз. Айнұр апа, біз сізді танымасақ та, финалға өтіп жатсақ, сіз туралы мәлімет жинауға тырысамыз. Біздің қарсыластарымыз бүгін дәл осылай құлауға дайынсыздар ма? Ендеше біз нокаут тобы бастаймыз! Қараймыз, тамашалаймыз сахнада санай алмайтын хореограф. Қыздар, бүгін біз не істейміз? Тренировка жасаймыз. А, Б, С, X, Y. Келесі бізде шеге процедурасы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, қош келдіңіз. Қандай мәселе бойынша келдіңіз? Қалада батаға такси бердім. Индиректор жастан 3,5 теңге дейді. Телеграм ашсам 2,5 теңге дейді. Постқа барсам 20,000 теңге дейді. Шаршап кеттім ше. Болдыңыз ба? Иә. Енді осының бәрін шегеге тұрып айта қойыңыз. Болсын айтпайсың. Сөз соңында. Құрметті жайдарман сүйер қауым, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Батыр ауылы келешек жайлы мектебіне келген нокаут құрамасы финалда көрісейікші. Ой, рахмет. Номер 20 мектеп нокаут командасына қошеметтерін соғып қойыңыздар. Енді барлық А тобы өз өнерлерін көрсетті. А тобының командалары сахнаның артына бара берсеңіздер болады. Бізде әрі қарай жайдарман сайысымызды Б тобындағы командалар жалғастыратын болады.
әрине оларды сіздің ыстық шапалақтарыңызбен таныстырып алсақ. Номері 4-ші жалпы білім беретін мектептен келген Дәулет Кезет командасы. Ой, рахмет. Тағы да Маңғыстау 3-тен ба, 4-тен ба, 11-ші мектеп құрамасы. Ой, рахмет. 11-ші мектеп құрамасы келмейтін болды ау деймін. Батыр ауылынан келген номері 19-ші мектеп Қазақ Пауэр командасы. Қызылтөбе 2 ауылынан келген, жоқ, Қызылтөбе номері 2-ші мектеп, Қызылтөбе өзі ма? Қызылтөбе ауылынан келген номері 2-ші мектеп Ерекше қыздар командасы. Және де осы топты қорытындылайтын номері 18-ші мектеп Өркен Жайдарман тобы. Яғни 105-пен келіпті ғой 11-ші мектеп. Маңғыстау 3-тен келген номері 11-ші мектеп құрамасы. Бұлар енді Б тобы. Бұларды бөлек бағалайсыздар, алдарыңызда қағазда жазылып тұр. Соларға жоғары бай 5, Б тобындағы командаларға сәттілік. Рахмет. Сәл ағаштау енді бұлар кішкене. Рахмет дегенді айта алмай жатыр ғой. Ыстық шапалақ соғып қойыңыздар, көріңіздерде. Баяғыдан сондайсыздар ма енді? Бүгін сондай болыпсыздар ма? Не болды? Бір айқай шу, шапалақ. Мұнайлы ауданы Қазақстан бойынша ең үлкен аудан деп мақтанып жатамыз, бірақ 500 орындық Фариза Оңғарсынованы толтыра алмайтынымыз өкінішті. Бірақ финалдық бәсекеде барлық орындықта ата-аналар бастаған көрермендер лық толы болады деген ойдамыз. Енді бұл тобын бастайтын номері дайынбыз ба? Бұл тобын бастайтын номері 4-ші жалпы білім беретін мектептен келген Дәулет Кезет командасы. Стоп. Не болды жігіттер? Қайда кеттік? Отырайық орнымызға. Көрермен мәдениеті деген болу керек, соңына дейін отыру керек. Сіздер осы жерге шығып, әзіл айтпағасын, көрермен болып отырып, осыларды қолдауларыңыз қажет деп ойлаймыз. Дайынбыз ба? Номері 4-ші жалпы білім беретін мектеп Дәулет Кезет. Қарашаның қарасы
қара су емес, күлкінің ыстығы бассын сіздерді. не? Біз сахнаға шықтық сіздерге күлкі шаттық сыйлауға. Ай. Маусым ашылды, көңіл де ашылды. Біз дайынбыз. Әй бейжікті. Мұнаны мектептегі апайлар көрмесін. Сабақты büyütіп оқымаймыз ғой. Жайдарман естетпейді, Жігіттер, ойын басталмай тұрып, мен Баукағаны қолына алып келем. Не болды? Не болғанда, мына ойында Баукаға дым шешпейді ғой. Мына бес адамды көріп тұрсыңдар ма? Осылар шешеді тағдырымызды. Вот солармен амандасу керек. кетті онда, алыс білем. Жота, тағдырларың шешілді ма? Біздің тағдырымыз ойының басында емес, соңында шешіледі. Жынтысың сен. Сонда отқан көрермендер. Бәрімен алыс білем. Амансат, уақыт болса амансат дедім. Қазір Баукағаны қолына алып, ойын бастап кетеміз. Жігіттер, бір құйқан шығып тұр ма да? Жоқ, жігіттер, бұл құйқан ес емес. Бұл біздің алдағы сыға іздеріміздің есі. Біздің Ғадлек сөйлейді екен ғой да. Шынымен жігіттер, Жайдарман бар ғой, өзгертіп жатыр бәрімізді. Чо твори, Ғаділбек, чо твори. Болды, бас. Жігіттер, мен де таяқ жейтін уақытым келген сияқты. Таяқ жемейтін тез бастап кетші. Қара, жанның тәттісін қара. Ал ендеше қошеметпен төрттер командасы біз бастаймыз. Сонымен көреміз, бетімен кеткен бала. Тамашалаймыз. Ешектің дауысымен әкете беретін досым. Ты подарил 2 мира. И-а. Нас закрытый сквозь туман. И-а. Келесі әзіліміз боқтасып көрген балалар. Жота, боқтасып дейміз, Давай. Тамашалаймыз. Қымызға дейін. Жота, жігіттер кешке болсыңдар ма? Қымыз қойып бардық па? Как демалыс дегендей. Давай, сексен. Бірақ алдын айтайын, Ғадлек алдында случай қайталанбасын. Ішіп алып, өліп құсайын деп ауырып жүрме. Алдына мамаңна сөйтіп сөз естіп қалды. Жоқ, қайталанбайды. Сосын, кәмшат зер дегенді қойшы. Саған да қатысты, ішіп алып ұйықтап қол жоғынан. Көп сөз, боқ сөз кет. Ішек. Кәмшат, мен сені сүйдім ғой. Басталды. Тұр. Алдарыңызда өнер көрсеткен, өздерін келесі кезеңде көргісі келетін, сахнамен қоштасқысы келмейтін төрттер командасы, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше. Қошеметтеп қойыңыздар, төрттері командасы екен. Ұнатма, төрттері командасының әзілдері. Қамқорлар болса, қамқорлықта отырыңыздар. Енді әрмен қарай Б тобындағы сәлемдесуді жалғастыратын. Не болды?
Б тобындағы сәлем сөзді жалғастыратын номері 11-ші мектеп құрамасы. Oyun sana ұнайды ма? Ұнайды, кеш жарық мұнайлы! Жігіттер үндемей тұрған жас қаратсың ғой. Қойш, нешінші орын алдың? Айтсайшы, нешінші орын алдың? Маған бірінші орын алған ғой. Құрметті достар, барлығыңыз білетіндей, біздің құрамамызда республикалық сайысқа орын алған Әмірхан ойынды. Әмірхан қазір өзінше жұлдыз. Жігіттер, Әмірханның өзі қайда? Сол қайда өзі? Біреу кірсабын деді ма? Take my arm now just a little bit. Get the kissing and touching a little bit. Get the licking a little bit. Әмірхан, сенің мына музыкаңмен киген киім бір-біріне сәйкес келмейді ғой? Дұрыс қой, қазір қоғамда сондай сөзімен десе дәлі келмейді. Әмірхан жынды. Шындыққа сырылдатып. Ринат Зайытов. Әмірхан, сен осы республикалық сайыстарға қандай шумақтармен аласың? Мысалы, мынандай ғой мен, саш. Ай, халаулайлым дегенде кегок. Осылай қастыр ғой, мысалы, дегенде. Құмаш, мынандай ұйқастармен қалай республикалық орын алып жүрсің? Дұрыс қой, енді облыста тек мен ғой. Жігіттер, мен қазылар алқасында оқыған Мейірбек ағамен финал айтысын ғой. Ой. Не деді десең? Не деді? Не деді ғой? Әмірхан сағына да бек өтсің ба? Ағаңа, сен Мейірбек ағаңа кем өтсің ба? Мынандай көп кішкентай ойыңменен Астанаға барайын деп өтсің ба? Деп айтты ғой. Сосын сен қалай жауап бердің? Мен бүйтіп айттым ғой. Қырдыма Мейірбек деген ғой. Дегеннен шығар жігіттер, Каспий теңізі туралы айтайық. Каспий теңізі туралы айтсақ, Каспий теңізі жылдан жылға тартылып келе жатыр. Осы арқылы тартылып келе берсе, келер жылы Бакуге таксисті. Ендеше, ойынымыздың басы, Мейірбектің сөзі, Әлібектің көзі, Саматтың бірдеңесімен бастаймыз. Достар, бірінші прикол. Өзімнің хозяинымның атын білетін тауық. Бақыт! Барам. Олчаш, Бақыт! Достар, екінші прикол. Дәретханасы жоқ отбасы. Мама, ішім қатты ауырып бара жатыр. Шыда енді балам, ертең мектепке барасың. Достар, үшінші прикол. Қазіргі кезде рекламалар көбейіп кетті. Сонымен тұсаукесерде. Дәй, қаз балам. Ал балам бүгін не таңдайды екен? Көлік пе? Әлде ақша ма? Әлде менің таңдаған бар болған 890 теңгелік
мамияға қарап көрсін таңдайды екен. Сөз соңында жалпы жігіттер адам өмірге келгенде екі нәрсеге қателеспеу керек екен. Біріншісі ар таңдаудан, екіншісі мамандық таңдаудан. Ал бізге бәрібір, себебі біз ондай жасқа жеткен жоқпыз. Рахмет, Дагестан. Ой, рахмет. 11-ші мектеп құрамасына шапалақ соғып қойыңыздар. Не болды? Кетіп бара жатыр кейбір көрермендер. Соңына дейін көрермен мәдениетін сақтап, осы жердегі балалардың еңбегін бағалап, соңына дейін отыруларыңызды сұраймыз. Тағы да алғысымызды айтамыз, осы жайдарман сайысын ұйымдастыруға ат салысқаны үшін Фариза Оңғарсынова атындағы